Сәлеметсіз бе? Менің есімім Есіркенова Бақытгүл, интернет-дүкеннің онлайн кеңесшісімін. Интернет-дүкенде жұмыс жасап жатқаныма 1,5 жыл болды. Қазіргі таңда ай сайын алатын табысым 400-500 мың теңге көлемінде. Айға шақсақ. Енді сіздерді осы интернет-дүкенге онлайн кеңесші болуға шақырамын. Біздің интернет-дүкен бұл Фаберлик компаниясының интернет-дүкені болып саналады. Фаберлик нарықта 20 жыл болды. Көп адамдар Фаберлик десе, яғни каталогпен жүгіру, сату деп көз алдарына елестетеді. Қазір 21 ғасыр, біз ештеңе сатпаймыз, ешқандай салым жасамаймыз. Бұл әдісті мен сіздерге осы жөнінде айтып беретін болам. Бізде қандай адамдар жұмыс жасай алады? 16-ға толған кез келген азамат пен азаматша, бізге дипломның қажеті жоқ. Яғни жұмыс жасау стаж тоже қажет емес. Ең бастысы өзіңіздің ниетіңіз және міндетті түрде сізде интернет болу керек. Енді бізде негізі екі табыс табу түрі бар, яғни екі тәсілі бар. Біріншісі ол сату, екіншісі тұтынушылар командасын жинау. Сату бұл 20 ғасырда өте кеңінен тараған болатын. Содан бастап адамдардың ойында Фаберлик тек қана каталогпен жүру, сату деген қалыптасып қалған. Қазір заман 21 ғасыр, әлеуметтік желіде отыра, біз екінші, яғни команда құру тәсілін жақсы дамытудамыз. Мен сіздерге ұсынып отырғаным ешқандай сатусыз, тек қана тұтынушылар командасын құру. Толығырақ айтайын, ол қандай бізге табыс әкеледі? Ең алғашқы табысымыз бұл директорлық табыс 207 мың теңге айлық, және директорлықты жылдам стартпен ашатын болсақ, бұл 275 мың теңге қосылған, 275 мың теңге қосылған сыйақы. Енді жұмыс жасағаннан кейін бір жоспарды орындауымыз керек. Бұл компанияның жоспары, маркетинг жоспары. Біз соны орындауымыз керек. Ең бірінші қоятын мақсатымыз бұл біздің директорлық 3000 балл жасау. Яғни 207 мың теңге табыс табу. Қалай табу керек туралы келесі слайдта айтатын болам. Яғни осы маркетинг планды орындай отырып, біз директор боламыз. Ең бірінші 900 теңгеден басталады айлығымыз, одан кейін 3600, 16 мың, 36 мың, 67 мың, 114 мың и 207 мың теңге. Бұнымен бізде 207 мың теңгемен табысымыз тоқтап қалмайды. Тағы да қосымша табыстар бар. Ол біліктілік бонусы, яғни квалификационный бонус, тұрақтылық бонусы, стабильный бонус, даму бонусы, бұл бриллиантовый директордан арғатай алатын нәрсе, және аналық бонус. Бонустарға толық тоқталайын. Бұл деген квалификационный бонус деген бұл өте керемет. Кейбір компанияларда мысалы ақшалай емес, машина беріп жатады, кейбіреулерде саяхатқа беріп жатады. Бізде барлығы ақшамен беріледі. Қараңыздар, сіз директор жылдам старт бойынша директор болсаңыз, сіз 275 мың теңгені екі рет аласыз. Яғни директорлықты ашқанда және директорлықты жапқанда. Екінші, аға директорлықты ашатын болсаңыз, қосымша үстінен 137 мың 500 теңге аласыз. Күміс директор болатын болсаңыз 550 мың, алтын директор болсаңыз 825 мың, рубин директор болсаңыз 1 миллион 100, бриллиантовый директор болсаңыз 1 миллион 650, элитный директор болсаңыз 2,5 миллион, арғатай 5 миллион, 6 миллион, 7, 8, 27, 41, 68, 96 миллион, 206 мың миллион, 275 миллион генеральный партнер. Бұл деген
Өте керемет. Ең бастысы бірінші біздің алдыға қоятын мақсатымыз бұл директорлық ашу, иә. Қалғандары, яғни сіздің артыңыздан қыздар директор болған сайын, қыз жігіттер директор болған сайын, сіздің дәрежеңіз көтеріліп отырады. Бұл керемет. Бірақ бірінші біз директор болуымыз керек. Кеттік ары қарай. Екінші, біз өзіміз директор болғаннан кейін және квалификационныйдан бонустан бөлек, квалификационный бонус бір рет қана беріледі. Ал директорлық бонус әр каталог сайын бөлінеді. Біз жылына 18 рет айлық аламыз. Басқа жұмыстарда 12 ай бар, ай сайын алатын болса, біз 3 жұмада бір рет табыс аламыз. Бұл деген вообще керемет. Енді қараңыздар, директорлық бонус бұл әр каталог сайын беріледі. Мысалы, сіз өзіңіз директор болдыңыз, артыңыздан тағы бір директор өсіп шықты. Яғни сіз өзіңіздің директорлық маркетинг планды орындағаныңыз үшін ақшаңызды аласыз, және сіз тағы бір директорға көмектескеніңіз үшін 5% аласыз. Енді есептеңіз, күміс директорда 2 адамнан 5% аласыз, бұл почти 100 000 теңге деген сөз. Алтында тағыдай 5% примерно 47-50 000 теңге көлемінде болады. Одан да көп болуы мүмкін. Сондықтан қараңыздар, бриллиантовый директор сізде 6 астыңызда директор бар. Әр директордан аз деген 50 000 теңгені есептесеңіз, сіздің маркетинг жоспардан басқа бөлек алатын ақшаңыз 300 000 теңгенің көлемінде болады. Мен қазір бірақ директормен 67 000 теңге бонус көріп отырмын. 300 000 теңге менің маркетинг план бойынша алатын, соның үстіне 67 000 теңге директорлық бонус аламын. Мен квалификационный бонустарды алып, біріншісін және екіншісін алдым. Келесі бұл аналық бонус. Аналық бонус дегеніміз, егер сіз 15%-ға жеткеннен кейін компаниямен келісім шартқа отырасыз. Келісім шартқа отырғанда сіздің жанұяңызға жаңадан бала келсе, мысалы, бірінші бала болса 7,5 000 теңгеден төленеді, екінші одан да көп бала болса 15 000 теңгеден төленеді. Және асырап алуға да бізде ақша төленеді. Бұл үшін сіз 15%-ға жетіп, компаниямен келісім шартқа отыруыңыз керек. Келісім шартқа отырған күннен бастап барлық ақшаңыз сіздің өзіңіздің банк счетыңызға түсетін болады. Енді бұл интернет дүкенде қандай товарлар бар? Товарлардың 6 000-нан астам түрі бар. Ең қажетті заттардың барлығы бар. Күнделікті қолданыстағы заттардың барлығы бар. Влажный салфеткадан бастап, аяқ киімнен аяқтаймыз, қыстық киімге дейін бар. Бұлармен толық танысу үшін тегін тіркеліп, сайтқа кіріп көрсеңіздер болады. Тегін тіркелу сілтемесі сіз ақпарат алып отырған адам сізге беретін болады. Енді келесі, өте керемет, табыстары күшті екен, бірақ сонда товар сатпасам, сонда не істеуім керек деген сұрақ пайда болады. Біз не істейміз сатпайтын болса? Біз күнделікті барып жүрген дүкенімізді, яғни жай дүкенімізді осы интернет дүкенге ауыстырамыз. Бар болғаны сол. Яғни күнде барып алып жүрген сабын, сода, порошогымызды енді интернет дүкенінің товарына ауыстырамыз. Яғни интернет дүкеннен сабын аламыз, интернет дүкеннен порошок аламыз, интернет дүкеннен фейри аламыз, интернет дүкеннен влажный салфетка аламыз, тағы. Сол қандай зат керек, соның барлығын интернет дүкеннен аламыз. Меніңше бұл өте оңай деп ойлаймын. Себебі жай дүкен, сіз ол жерден 100 рет барып алсаңыз да, тек қана 100 рет рахмет естейсіз. Біздің интернет дүкен, сіз дүкен ауыстырғаныңыз үшін сізге біріншіден 20% жеңілдік береді, екіншіден ұтыстарға қатысасыз, үшіншіден сіз сыйлық алып отырасыз, әр тапсырыс сайын сыйлық алып отырасыз, төртіншіден бұл жерде өзіңіз сияқты тұтынушыларды шақыра отырып табыс табу мүмкіндігі бар. Бесіншісі, егер жанұяңызға бала келіп жатса, 15%-ға жетсеңіз, сіз аналық бонус аласыз.
бұл деген керемет. Сізге жай дүкен бұндай мүмкіндік бермейді. Қандай сыйлықтар? Міне, жылдам стартты айтты, 9 шақ. 9 шақтың ішінде сіз жылдам стартты орындап директор болсаңыз, әр шақ сайын осы суретте тұрған сыйлықтарды 70-90% жеңілдікпен ала отырасыз. Бірден тіркелген кезде сізге әр консультантқа бізде міндетті түрде сыйлық болады. Енді қараңыздар, қандай жұмыс жасау әдістері бар, студенттерге арналған әдіс бар, үйде отырған аналар мен пенсионерлерге арналған әдіс бар, болмаса жұмыста жүріп уақыты жоқ адамдарға қосымша табыс ретінде жасайтын қыз-жігіттерге, жанұясы бар адамдарға арналған әдіс бар. Сізге қай әдіс ыңғайлы? Сіз кімсіз? Студентсіз ба? Жоқ, анасыз ба? Жоқ, жұмыс жасап жүрген қыз-жігітсіз ба? Соған байланысты осы табысты жасап көрейін. Жай дүкенді интернет дүкенге ауыстырғанда тұрған не бар? Бәрі алатын затымды ала отырып, бизнес бастап көрейін деген ниетіңіз болса, сізге осы видеоны кім берді? Соған маған студентке арналған, не болмаса маған үйде отырған арналған әдісті беріңіз деп сұраңыз. Ол кісі сізге міндетті түрде сол әдісті береді. Егер ол әдіс ұнап жатса, ол кісіден маған енді тіркелу сілтемесін беріңіз деп сұрайсыз. Тіркелу сілтемесін алғаннан кейін сізді міндетті түрде тіркейді, жұмыс чатына қосады. Жұмыс чатына қосылғаннан кейін әлеуметтік желілерде қалай жұмыс жасауын біз үйретеміз. Мұқият тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қош келдіңіз менің командама.